Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін сіздер Адитока каналындасыздар. Бүгін біз Бай отбасы деген фильм түсіретін боламыз. Достар, бұл фильмге өз ерекшелігі бар, сондықтан соңына дейін көруді ұсынамын. Ендеше фильмімізді бастайық. Ой, кілтті алуды ұмытып кеттік қой, шығарда кілт алу керек еді. Иә, ұмытып кетіпті шынымен. Кышты қыдырдығы кеу анашым. Қыз жоқ қыздар, балдар. Сендер үшін ғой бәрі. Иә. Үйге қызды есікті аш дейік қызға. Дин-дин. О, ойбу, біреу кеп қалды ма? Оймамсыздар ма? Қараңыздар енді. Иә, біз басқа күн келді. Сол қызым. Кілттер осында ма? Иә, екі кілттер осында. Жүр керек, көшемізде керек. Мам, мысығалым деп едіңіздер ғой? Мам, сіздерге айтып жатырмын. Мам, мысығалым деп едіңіздер ғой? Маған мысығалым дегеніңіздер ғой? Маған мысық алып берем деп еді ғой? Арманымды мүлдем орындамайтын болды. Мүлдем. Теледидарды мұнай көшкелі бері мен маңызды болмағандым ба мамаға үрділім. Одан да осыны көріп отыра берейін. Шынымен бұлай ма? Сонда олар тек Али мен Аяжанды ғана жақсы көре ма? Онда мен жоғарыға барып сұраймын. Сұрау керек. Олар тек соны ғана жақсы көреді. Шын ба сол? Әке ұйықтап жатыр ма? Мам. Қызым, неге ашуланып жатсың? Не істеп жатсыз? Боссыз ба? Менің балалардың жер фанерлерінің киімдерін шатасып кетіпті. Соны жинап жатқан ма, не болды? Мам, жүріңіз. Қайда қызым, тоқтасайшы? Айтсайшы маған бірінші қайда екен? Жеке сөйлесу әңгімеміз бар. Отырыңыз, тыңдаңыз. Сен мені жақсы көрмейсіз ба? Жоқ, неге өйтіп жатсың? Онда неге маған внимание керек? Сен неге маған қарамайсыздар? Біз соған қараймыз ғой, сен ең бірінші туылған қызымсың. Мам, өйтіп мені сипаламаңыз. Шыныңызды айтыңыз. Мен сізге керек ме, керек емес пе? Керек емес болсам кетейін. Бөлек үй сатып алармын. Ой, қызым, олай деме. Ойнамаш. Біз сені қалай жақсы көремін. Сен ең бірінші туылған қызымызсың біздің. Жарайды. Бірақ маған внимание көп білмейсіздер. Бірақ маған көп внимание керек, ұқтыңыз ба? Жарайды, көп внимание бөлеміз ғой қызым сағанда. Алып берсеңіз алып береміз. Ал неге мен бағана мысық алып беремін деп едіңіздер ғой? Мына мысықтың әлі тұр деген кезде не деп едіңіздер? Үндемедіңіздер ғой, иә? Мен оны естімей қалдым ғой, әйтпесе жауап берерdim. Ал әкем естіді, әкемнің құлағы таза. Ал әкем естіді, ал сіз неге әкеме айтпадыңыз? Ал неге әкем жауап бермедіңіздер? Сіздерге мен вообще керек емеспін, иә? Жоқ, керексің қызым, қойшы болды. Ой, айта берме, бізге ауыр тиеді. Онда маған внимание көп керек. Есігімді жауып алмасам құлыптап тұр. Шығыңдар, екеуің шығыңдар. Шық тез. Не болды, әпкетай? Шықшы, көп сөзді айтпай. Шығыңдар, отырыңдар, болды сол бөлмелерін жеусен. Өздеріне бөлме берді ғой. Есігімді құлыптап алмасам тек. Шық. Мына қызға не болған? Бұл қыз тәртібі бұзылыпты, тәрбиелеу керек. Жарайды. Сонша ашулануға болмайды. Қызым, аш есікті, аш. Сендерде қуып жүрді ма?
Жарайды, жандар мойындамаңдар болды. Түсе қойыңдар. Бар біздің бөлмеге барып отырыңдар. Не теккен қыз болып бітті уже мынау. Айтып жатса сөз ұқпайды ғой. Не деген қыз болды мынау. Ұқтыру керек бұған. Өстіп жүре беретін болса болмайды мынау. Сөз қатын қызға ұқсамайды ғой жатта. Бір сөз қатын қызға ұқсаған бір адамды көрмедімше. Осы әлемде бір қызды көрмедім осындай. Сөз ұқпай жүре береді. Екеуінің де курткасын ажыратамай қалдым ба не бар? Мына қыздың вообще тәртібі бұзылған. Түзеу керек тәртібін. Бұл бәленің де киімдерін реттеп жүрмейді осылар ше, киімдер. Реттеу екі талай болатын киімдер. Екі талай уақытымды алды ғой. Бір киімді бүктету үшін. Болды, кіріңдер, сендерге де ашуым кеп тұр. Қандай тәртіп бұзылған тек. Мынаның қызығын-ай. Отыра беріп үшін бұзып кетті ғой. Мама шынымен маған внимание бөлмей ма? Мен ойласам, мен айтқаннан кейін келіп внимание бөледі деп. Шынымен бөлмейді сияқты. Мен сені таптым. Ойбай. Біреу жылап жатыр ма? Кім жылайды? Сол қызымыз шығар ерегісіп. Тәртібі бұзылды, түзеу керек. Енді байымыз ғой, ұрса бермейді, ол да қыз ғой. Қызға ұрсуға болмайды. Ой, сен ақыл айтпай қойшы, ұйықташы бар, ұйықташы. Мен ұйықтамаймын. Қыздарға ұрсуға болмайды. Ой, ұрыспаймын енді, қойшы болды. Қызым, неге жылап отырсың? Қойыңызшы, пап, қойыңызшы, жауыңызшы, ашпаңыз. Неге жылап отырсың, енді айтыңызшы. Саған бір айтшы, жаным шығарайын. Мама ғой маған істер. Мама түгілі сіздер маған внимание бөлмейсіздер. Маған внимание. Енді жарайды внимание керек болса. Внимание бөліп жүрмін ғой. Мен естімей қалдым бағана сенің не деп айтқаныңды. Онда қалай біліп тұрсыз? Қандай біліп тұрсыз мен не айтқанымды? Мен енді сен білем ғой не айтқаныңды. Білсеңіз неге айтпаңыз? Пап, қойыңызшы, сіз біліп тұрсыз, бірақ айтқыңыз келмейді. Енді қызым, ашпаңыз, пап, жабыңыз. Қараңғы бөлмеде өстіп отыра бересің ба? Светті де жаққан жоқсың. Сен жақсы көреміз ғой, олай істеуге болмайды. Бар жоқ, ұшақ баласында үйде соның өзінде төбелес жүрсің ме? Сен анаға қарайсың, мен мынаған қарайын деп. Болмайды, біз сені жақсы көреміз. Рас айтасыздар ма? Я, рас айтамыз. Жарайды. Бірақ екінші олай внимание бөлмей қоймаңыздар. Бөлмейміз. Жоным, соған бәрі внимание бөлеміз ғой. Отыра қал. Рахмет. Ай, қызым.
Әне түсінді жай айтып едім. Қойшы түсіне аламын екен не? Конечно түсінді. Жарайды, бапты отыра берші. Ұйықтаймын. Тегі бұл жылатпаңдаршы болды. Жылатпаңдаршы деп болды ғой, тек тамақ жасамасам. Қызыма бір шоколад апарып, бір көңілін көтерейінші тегі. Сэндвич алып барайын. Так, телефоным осында қала тұрсын. Так. Шыңғиып апара саламын. Қызым, ау мам. Мә, сэндвич. Ой, мам, внимание бөліп жатсыр ма? Дәмдісін-ай. Достар, кешірім сұрайын, бір қолым бас кетті. Ой, мам, рахмет. Жаным, біз саған внимание бөлеміз ғой енді, жарай ма? Жарайды, бірақ көп внимание бөлмеңіздерші. Ой, көп внимание бөлмей кетпеңіздерші. Бөлеміз жаным енді. Жарайды. Рахмет. Оқашық. Қарның тойды ма? Иә, енді ұйықтап алайыншы, ұйықтай ғой. Бірақ жылы киіммен ұйықта, мына киіммен ұйықтама. Окей. Тек вниманиесін өстіп табатын болды ғой тек. Өзім ұйықтап алмасам. Так. Мама жылы деді. А менде жылы киім жоқ. Мамалар внимание бөлмеген соң, маған алып бермеді. Ай, мамалар. Маған внимание бөлмей кеткендеріңіз осыдан ғой. Так, ой. Басқа пижама жоқ па менде тек? Пижамалардың бәрі қайда кеткен менің? Менде ешқандай пижама жоқ. Ал аналарда бар. Не деген бассыздық? Жарайды. Көйлегімді киіп жата берейін түштек. Бір тал көйлек алып беруге ерінді ғой. Біз де өшіріп ұйықтайықшы, ұйқым келіп кетті. Менің де. Қорқып отқанымдай свет жағып қоймасам. Супер. Мама тағы да жатпады, киімдерін шашыңдар деп. Достар, егер сіздерге менің фильмдерім ұнап жатса, онда комментарияға жазып кетіңіздерші, екінші бөлім шығарыңызшы деп. Пожалуйста, жазыңыздаршы, мен жазбасаңыздар шығармаймын. Менің ойымша сіздерге фильм ұнап жатқан жоқ деп ойлаймын. Менің бар жоғы 3-4 фильмім бар. Сол 3-4 фильмнің біреуі ұнап жатқан жоқ па сіздерге? Мен өзімнің ойыма ұнап жатыр деп ойлап едім. Жарайды достар, егер ұнап жатса лайк басып, коммент жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Адитока. Всем пока!